Сәлем қыздар, бүгін сіздермен 2bcargo.anitreka кіреміз де өзіміздің трек кодымызды енгіземіз. Бұл бізде бруант, экспресс болсын, авто болсын, осы жерге енгіземіз. Қыздар, ол үшін мына үстінде тұрған 3 сызықшаны басып, вход систему деген таңдаймыз. Осы жерде астыңғы бөлімде регистрация деген болады, қыздар. Соны басасыздар, соны басқан кезде бізде мынандай парақша ашылады, осы жерге данныйымыз толтырып шығамыз. Мен латын тіліне ауыстырамын. Осы жерде имя, фамилия, және де логин для входа, оны өздеріңіз создавать етесіздер. Және де бұл логинді жазып қойыңыздар, чтобы ұмытып қалмас үшін, бұны каждый жаңағы трек-код тіркейтін кезде логин пароль сұрайды, кірген кезде бастапқыда сол кезде енгізетін боласыздар, қыздар. Сосын номер телефон, одан кейін мында имя, который приходит по ссылке Taobao деп тұр, яғни бұл жерде мысалға мен Қытай товарларым қалай келеді. Менде 74-72 салта Астана деп келеді. Сіздерде қалай? Мен оны сабақтың барысында үйреткен болатынмын, сол өздеріңіздің нелеріңіз жазасыздар. Одан кейін бізде Астана пароль деген кезде, мында надежный пароль деген алып тастайсыздар, астың жағында создать свои собственный пароль деп шығады. Соны басасыздар да өздеріңіздің парольдарыңызды енгізесіздер. Яғни оңай болу керек, қатты қиын емес, өздеріңіздің есіңізде болатын, немесе оны жазып қойсаңыздар болады. Парольді повтор жасаймыз, одан кейін страна. Страна деген жерде жалпы шығу керек, бірақ та сайттың өзінен страна деген кезде шықпайды ешнәрсе. Сондықтан да оны бір қатты несеудің қажет жоқ. Одан кейін регистрация дегенді басамыз. Сол кезде қыздар сіздерде регистрация жасалынады. Сосын парольға мән береміз. Парольді повтор жасаған кезде қате кетпеу керек, қыздар, хорошо? Вот, енді регистрация дегенді басасыздар. Так, регистрацияны басқаннан кейін бізде тіркелгеннен кейін қайтадан шығып кетіп, заново вход в систему деп кіреміз. Хорошо? Мінеке тіркелді. Сохранить пароль дегенді бастым. Міне қайтадан біз вход в систему деп кіріп, манағы өзіміздің создавать еткен логинімізді жазамыз мұнда, қыздар. Одан кейін мұнда енді менде болмай қалды. Мен алдыңғы нем сақтап қалған ғой, сондықтан мен жаңадан ашқанымды міне жазып жатырмын. Осыны жазасыздар, жаңағы парольді жазасыздар, одан кейін вход деп кіреміз, қыздар. Сосын кез келген 1688 болсын, Taobao болсын, Pinduoduo болсын, трек кодтарды осы каргоға жіберетін болсаңыздар, трек кодтарды осыған жазамыз. Міне добавить трек деймізде, трек номер деген жерге, мысалға мен Pinduoduoдағы мына кепканың трек кодын енгіземін. Міне бізде трек код осы, қасында иероглифті бастаңыздар, автоматтық түрде скопировать етіледі. Осыны мында келіп қоямыз, вставить етіп. Енді описание міндетті түрде, мысалға кепка Balenciaga деп жазамын мен, мінекей солай сохранить етесіздер, қыздар. Сонымен кез келген Pinduoduo болсын, 1688 Taobao болсын, трек кодтарды енгізіп отырасыздар осы жерге, қыздар. Міне болды, осылай трек добавлен етіп шығады.